Қазақстан патриоты, қазақ тілін. Иә, қазақша. Саламатсыз ба? Менің атым Қайназар. Музыка тыңдайтын адамдар туралы контент түсіріп жатырмыз. Иә. Сіз қандай музыка тыңдап жатырсыз вообще? Сәлеметсіз бе? Сіздің қазақшаңыз өте керек. Иә. Рахмет. Мен көбінесе осы 5 жылдан бері кей-поп бағытындағы өлеңдерді тыңдаймын. Және де соңғы кездері осы қазақша өлеңдерді де көп тыңдайтын болдым. Бұрында тыңдайтын, бірақ осы соңғы кездері көбірек тыңдайтын бола бастадым. Өзіңіз ән айтып отырсыз ба? Караокеда барған кезде мен негізі ұяламын айтуға, бірақ үйде жалғыз өзім қалған кезде өлең айтқан ұнайды. Рахмет. Соңғы ән қандай тыңдаған? Үміт кеткен жоқсыз ба? Қандай ән? Қандай исполнитель? Соңғы. Осы соңғы жолы, иә. Қазір бір минут күте тұрыңызшы, мен ойланамын. Иә, біз кешеміз. Қазақша бір өлеңді айтпайын, иә. Жоқ. Оны бүйтіп ашып. Иә. Білесіз ғой, иә. Медийный адамсыз ғой, иә. Блогер десең, иә. Не совсем? Вообще. Таба аламыз қазір, иә. Сіздің аккаунт. Давайте, отмечайте. Әлемді айтайын деп тұрдың да саған. Әлем. Музарт деп. Ладно, в общем. Ну, понятно. Просто скажи. Әлем, Музарт, иә? Күшті екен, вообще. Вкус вообще күшті екен. Маған осы 91 группасының, 91 тобының өлеңдері ұнайды, және де соңғы кезде олар өздері сольный өлеңдер айта бастады. Солардың ішінде әлемнің күйім деген өлеңі маған қатты ұнайды. Батырхан Маликов. Иә. Ол туралы айтып берсіз, иә? Мен оны артист ретінде де, және де адам ретінде де өте сыйлаймын, және де өте күшті адам. Иә, личность сияқты, иә? Иә. Дұрыс. Крепкая личность, орысша дегенде. Бір исполнитель көрсетемін сізге. Сізде осы исполнительге Инстаграмда подписка бар болса, мен сізге 100 000 теңге беремін. Я? Конечно, жоқ. Конечно, жоқ. Такие деньги, да? Значит, неизвестные, да? Мен просто артисттарға көбінесе подписан болмаймын Инстаграмда. Ютубтан тыңдап, болса. Атыңыз Қайназар болсын. Иә. Ауыстырып тұрсаңыз ба? Иә. Күшті. Қазақша өлең шығару ойыңызда ма? Да, рахмет. Я хочу, чтобы Влада строчку из этого песни спела. Біздің бариста. Если это найдет отклик широких масс,